весу, рост 1,70 м. Неплохо слажен физический боец. Где он может появиться, мы не можем сейчас его дождаться появления на ринге. А вот он выходит в наушниках, очень модные, вот в сопровождении своих секундантов. Нуржан Акишев, но сегодня ему предстоит очень сложный поединок против бойца, который имеет за плечами побольше опыт, чем Нуржан Акишев, против Ужаса Искараева. Нуржан Акишев, я уже говорил о том, что имеет всего лишь одну победу, а Ужас Искараев уже провел 6 поединков в рамках ММА, 4 он побеждал и 2 поражения есть у Ужаса Искараева, но тем не менее мы видим, что Ужас Искараев более опытный, имеет приличный послужной список, я имею в виду по сравнению с Нуржаном Акишевым. Рост Ужаса Искараева буквально на 10 сантиметров выше Нуржана Акишева. Я думаю, что для Ужаса Искараева это будет очень хороший, вы знаете, очень хороший козырь в бою с менее опытным бойцом Нуржаном Акишевым. Сейчас мы ждем, когда вот все процедуры обязательные перед выходом на ринг выполнятся, посмотрим, проверит его с рефери, чтобы ничего не было, никакой цепочки, ничего, чтобы, естественно, должен надеть капу перед выходом на ринг. Пожелали удачи ему, секунданты, и вот появляется на ринге, заходит боец, который только начинает тоже свой путь в ММА, Нуржан Акишев, 24 года, боец в синих шортах, и он все-таки отправился в синий угол. Давайте ждем вот Ужаса Акишева, о котором я уже рассказывал. Ужас Искараев, я же говорил о том, что боец в этой паре является фаворитом. И я думаю, что сегодня он имеет возможность доказать, что он по праву является таковым фаворитом. Но, конечно же, для молодого бойца Нуржана Акишева очень большая мотивация биться против опытного бойца и доказать. Я люблю такие, знаете, сюжеты, когда молодой боец, который не имеет опыта, когда на него никто не делает ставку, и он выигрывает у более опытного бойца. Что ж, это просто прекрасный сюжет, и сейчас может таковой случиться. Так вот, Нуржан Акишев, один поединок в карьере, одна победа, ну а Ужас Искараев 6 поединков, 4 победы и 2 поражения. Вот такой вот показатель у этих двух бойцов, совершенно разные обязательные процедуры и у Ужаса Искараева перед выходом на ринг. Что ж, пожелаем удачи обоим бойцам. Он представляет нашу страну и выступает под эгидой разных клубов, разных бойцовских клубов. И я думаю, что сегодня, ну, по крайней мере, мне хочется верить, что нас будет ожидать более совершенно другой, более решительный поединок. В предыдущем поединке мы увидели, что очень много бойцы себе не могли позволить, и много стеснялись, на мой взгляд, много как-то, может быть, боялись взять на себя инициативу. Все-таки открывали этот вечер, но я думаю, сейчас оба бойца, я думаю, уже видели предыдущий поединок и, думаю, должны более быть решительными. Мне бы хотелось видеть в этом поединке досрочную победу, чтобы зрители, пришедшие в Таразе на этот поединок, на этот вечер получили удовольствие от ММА. Как ты думаешь, у этого поединка есть шансы, Айбек, закончиться раньше времени? Бәрі мүмкін Асхат, себебі бұл ММА, бұл жерде тек қана қарсыластар бірін-бірі ұрып құлатпай, теуіп құлатпай, сол сияқты ауырту әдісінде жасауға болады. Ал міне осы бір әдістердің кез келгенін жасап, кездесуді мезгілінен бұрын аяқтау, бұл әрине бүгінгі жігіттерге жүктелетін міндет. Олар кімдер? Олжас Искараев және Нуржан Акишев. Нуржан Акишев бұл бұған дейін
бір ғана жекпе-жек өткізген жекпе-жек шебері, жасы 24-те, бойы 170 сантиметр. Ал оның қарсыласы Олжас болса, бойы 180 сантиметр, қарсыласынан 10 сантиметр ұзын, яғни жасы 26-да, қарсыласынан 2 жасқа үлкен. Бұған дейін 4 жекпе-жек өткізді, және сол жекпе-жектің 6 жекпе-жек өткізді, және соның 4-еуінде жеңіске жетті, 2 рет жеңілді. Міне тәжірибесі әлде қайда көп. Нұржанға салыстырғанда осы кәсіпқой тұрғыда ММА жекпе-жектерінде өткізген, бірақ жаңа ғана біз көрдік, бұл тәжірибенің соншалықты бір қарсыластан егер дайындығың мықты болмаса, дайындығың жоғары болмаса, артықшылық әкеле қоймайтын. Ендеше бүгінгі жекпе-жекте өзінің осы фаворит екенін, өзінің мықты екенін дәлелдеу үшін Олжас Есқараевқа әлде болса дәлелдеу керек, осы дәл осы шаршалаңның ішінде. Ал оның қарсыласы Нұржан Әкішев болса, қазір міне қарсыласты бір құлатып алды, және енді осы қимылы бұл спортшыға сенімділік әкелу керек. Нұржанның қазір міне бойы қысқа болғанмен денесі өте мығым екен, шымыр екенін байқап отырмыз. Шымырекпей соққы бағыттай білу керек. Ал оның қарсыласын қазір Олжастың да олжалар сәті болған, бірақ бұл жерде оның төбеден төніп ұрған соққысы діттеген жеріне жеткен жоқ. Аяқтан шарт еткізіп бір тебіс кетті қазір. Неге аңдысып бағуды қазір соншалықты бірін-біріне алғашқы секундтардағыдай емес, қазір соққы жасауға, кім бірінші соққы жасауға қорқып тұрған секілді. Екі қарсыласты көп күттік, бұл қарсыластар бірін-біріне соққы жасаймады, бірақ әлде болса міне аңдысып бағып бірін-бірі осы қимылдарын тексеріп көруде қазір. Міне қазір Олжас қарсыласты астына алып өзінің соққыларын жасағысы келген, бірақ бұл жерде Нұржанды да байқап отырмыз. Қарсыласқа осы бір соққыны жасатуға, өзінің төніп тұрған қарсыласына мүмкіндік бермей қайта оның қолын қайырып алуға тырысуда. Ал тәжірибелі Олжас болса, қазір өзінің қолын ауырту әдісінен шығарып алды. Енді осы соңғы минуттарда өзінің басымдығын әлде болса жүзеге асыра түсу керек. Төбеден төніп тұрып соққысын бағыттап үлгеріп жатыр. Ал Олжастың бұл соққылары қазір соншалықты жойқын болып жатыр деп айта алмаймыз. Бірақ осы соққылардың бірі қазір бата тиет, бірі қата тиет деген тәмсіл бар. Сондықтан қазір қайсысы бұның бата тиетін көрейік. Нұржан барынша қазір өзін соққыға жығуға мүмкіндік берер емес. Міне осы соңғы минуттар қазір Нұржан әлде болса белсенділікті арттыра түсу керек, өйткені
Олжас қазір соңғы 1 минут бойы қарсыласты орнынан тұрғызар емес. Меніңше бұл алғашқы раундты осы Олжастың еншісіне толықтай жазылатын секілді, өйткені қазір міне төмпештеп тұрып соққысын жасауда қарсыластың қолын ашып алып тұрып міне. Бірақ соншалықты дарып жатқан жоқ, діттеген жеріне жетіп жатқан жоқ, бірақ мұның өзі қазір ұпай санын есептейтін сәтте, бірінші раундта кімнің еншісіне жазамыз деген сәтте осы бір басымдықтың өзі ескерілетіні белгілі. Осы бір өзінің жоспарын жүзеге асыра алады ма екен, аяғына дейін жеткізе алады ма екен Олжас, оны қазір көретін боламыз. Жаңағы сәтте бұның ойын жүзеге асыруға мүмкіндік бермеді Нұржан, сондықтан да енді Олжас Есқараев қазір екінші раундта меніңше жеңісті жұлып алуға толық мүмкіндігі бар. Тәжірибесі де жеткілікті. Қарсыласы жасы да үлкен, бойы да ұзын. Екінші раунд. Өзіне өте сенімді қазір Олжас Есқараев, байқап отырмыз. Нұржан болса қаймық балғаны көрініп тұр. Қарсыластан қазір алдыға ұмтылуға батылы жетпей жүр. Меніңше қазір не бел кетеді, не белбеу кетеді деп алдыға ұмтыла берген дұрыс секілді. Өйткені қазір міне Тараз аренаға жиналған жанкүйерлердің көріксегені бұл екі спортшының бірін-біріне бата алмай жүргені, бірін-бірі ұруға осы батылы жетпей жүргенін көру үшіміз. Қазір шын мықтылардың жекпе-жегін көруге келген жанкүйерлер бұл тұрғыда әрине соққы күтеді, қарсыластан батыл қимылды күлдіреді, күтеді. Міне қазір тағда Нұржанға қарсыласты айласына түсіріп алып, мойыннан қылғындырып әдісін жасауға тырысуда. Ал Олжас болса мойнын қазір шығарып алу үшін бар өнерін, қазір бар тәжірибесін іске қосты. Және сөйтті де басын шығарып ала білді. Енді Олжастың өзінің осы бір төмпештеу әдісіне тағда кірісіп кеткенін көріп отырмыз. Енді аяғына жапсты Олжас Есқараевтың, алайда Нұржан бұл жерде өз ойын аяғына дейін жеткізе алмады. Өкінішке орай, әрине Нұржанның өкінішіне орай. Бұл жерде бірде-бір спортшыға жанкүйер емеспіз. Біз тек қана осы жан алысып, жан беріскен керемет жекпе-жектің куәсі болуды қалаймыз. Және біздің хабар арнасының көрермендерде өзінің алтын уақытын бөліп ММА жекпе-жектерінің куәсі боламыз деп теледидар алдына жайғасқанда көргісі келгені екі спортшының бірін-бірін ұра алмай, бата алмай, шаршалаңда айналып уақыт өткізіп жүргенін көру үшін емес, кәдімгі кереметтей осы соққылардың, кереметтей әдіс тәсілдердің куәсі болуды қалайтыны белгілі. Біз де соны қазір күтіп отырмыз жекпе-жек шеберлерінен.
Олжас болса қазір екінші раундта да қарсыласты ауыр соққылармен есеңгіретуге тырысуда Есқараев. Ал Нұржан Ақышев болса қазір оңтайлы тұсқа шыға алар емес. Ауырту жатысын жасап көргісі келді, бірақ болмады. Міне меніңше жекпе-жек осы ретте аяқталатын секілді қазір. Қылғындырып жатқан сәт менің Нұржан да қолын қайырып қарсыласты. Өзін қылғындыруға мүмкіндік бермеуге әрекет етіп жатыр. Намысқа тырысып бағуда, бірақ меніңше жоқ, тамаша қазір. Керемет Нұржан Ақышев осы жерде өзін қылғындырып жатқан Олжас Есқараевтың құшағынан шыға білді. Енді бірақ бұл жерден тұрып кетпесе қазір тағы да осындай бір қиын жағдайға түсіп қалу мүмкін. Қауіпті аймақта Нұржан Ақышев. Ал Олжастың қазір ұпайы түгел барынша бар пәрменмен қарсыласқа ауыр соққылар жасауға ниеттенуде, әрекет етуде, және бұл әрекеттері қазір берекетін беріп жатқан сәт. Нұржан меніңше қазір батылырақ жекпе-жек өткізу керек секілді. Қарсыластың жасынан, қарсыластың өткізген жекпе-жектерінен, тәжірибесінен қаймығатын сәт емес. Алып ұруға тырысып көруде. Міне қазір Олжас. Ал Нұржан болса жарайсың, міне қазір тез қарап тұрған сәтінен айналып өтіп оңтайлы тұсқа шыға білді. Әлде бірақ белі қысылып қалған сәт, қазір арқанға керіліп орнынан тұрып кетуге тырысып баққан. Сонымен міне екінші раундта осындай жан алысып жан беріскен арпалыста аяқталды. Үшінші раундтың басалатын шаршалаңғаруы міне көрсетіп жүр. Байқап отырмыз, жанкүйерлер соншалықты бір делебесі қозатындай көрініс көріп отқан жоқ, бірақ үшпісаралықта жекпе-жек болып жатқан жоқ. Тырысып жатыр, әрекет етіп жатыр. Жекпе-жек барысында екі спортшы да басты бұл әрекет екені белгілі. Сондықтан қазір егер жеңіске жететін десе, спортшылар осы бір тұрғыда әлде аянбай еңбек ету керек. Шешуші раунд қазір. Тағы да қайталап өтейін, бұл Alpha Fighting Championship ұйымының 70 келі салмақтағы, яғни қазақ 70 деп аталатын турнирі. Осы 70 салмақта кім мықтыны анықтау үшін қазір Олжас Есқараев пен Нұржан Ақышев жекпе-жек өткізуде. Осының алдында Ринат Сағынтаев, Арман Әлімовтан мықты болған болатын. Қазір Нұржанның міне шешуші раундқа бар өнерін ортаға салып шыққан көріп отырмыз. Қарсыластың тағы да мойнын тас қылып ұстап алған сәт, енді қылғындыруға шамасы жетеді ма қазір? Біз бұны өкінішке орай байқай алмай отырмыз. Міне қазір қарсылас мойнын сытылып шығарып алуға тырысуда. Ал Нұржан өз кезегінде осы ауырту әдісін жасау үшін қазір. Бірақ қарсыластың әлі бір иығы міне бір иығын ғана емес, қазір басында барлығын шығарып алды. Сондықтан енді Нұржанға қиын болады. Өзіндегі осындай оңтайлы мүмкіндікті мүлт жіберіп алды Нұржан Ақышев. Олжас Есқараев болса қазір енді тағы да өзінің үйреншіктісіне, яғни біз бұған дейін екі раундта да көргенбіз, осылай төбеден төніп Олжас Есқараев қарсыласына естен тандырып соққылар жасауға кірісетін. Родовец Жамбыльской области на Магистрале Ермек Алязатлов. Очень интересно.
Нұржан әлде болса тұрып кетудің қамын қылуда, ал Олжас Есқараев болса бұған мүмкіндік берер емес қазір. Меніңше төрешінің араласатын жері дәл осы жекпе-жекке жоқ, араластырып үлгертпеді. Екі спортшы да бірін-бірі қолатып тынды ақыры. Ал енді Нұржан тағы да ауырту әдісін жасауға кірісіп кетті. Аяқтан тас қылып ұстап алды. Бірақ бұл әрекет жүзеге асады ма аяғына дейін? Оны қазір көреміз. Аяқтан ұстаған ауырту әдісін аяғына дейін жеткізу үшін барын салуда. Нұржан Әкішев басқаша мүмкіндік жоқ секілді. Нұржан да бүгін жеңіске жететін. Сондықтан да енді бар өнерін ортаға салып, осы раундта жеңіске жету үшін әлде де аянбау керек, соңына дейін күресу керек, сену керек жеңіске жетуге. Өйткені егер ұпай санымен есептейтін болса, бұл жерде Олжас Есқараевтың жеңіске жетуге деген мүмкіндігі жоғарылау қарсыласқа қарағанда. Меніңше Нұржан ендігі өзінің жеңісіне өзі сенімін жоғалтқан секілді, түпкілік түрде айырылған секілді. Жаңа аяқтан ауырту әдісін жасап жатқанда сәл бір өзінің жеңісіне жетуіме деген сәл үміт оты жарқ еткен болатын. Бірақ міне Олжас өзіндегі тәжірибенің арқасында қарсыласқа бұл ауырту әдісін жасауға мүмкіндік бермеді. Енді міне қайтадан тағы да алып ұрудың амал әрекетін қарастыруда. Аяққа жармасқан сәт, ал Нұржан тағы да міне мойыннан соңғы минут қазір енді не бел кетеді, не белбеу кетеді. Нұржан бар өнерін ортаға салмаса болмайды. Меніңше жеңіске жетуге деген мүмкіндік қазір Олжас Есқараевта көбірек. Және солай болатын да секілді. Қазір екінші жекпе-жектің 3-ші раундындағы соңғы секундтар сырғып өтуде. Әлде болса, міне Нұржан Әкішевті Олжас Есқараев естен тандырар соққылар жасай алмаса да, әйтеуір умаждап, мыжғылап жеңіске жетудің қарекеттерін қылуда. Әрекетке берекет. Меніңше осы жекпе-жектің, осы жұптың жеңімпазы дәл осы Олжас Есқараев болатын секілді. Міне сонымен 3 раундқа созылған жекпе-жекте аяқталды. Және бұл жұптың жеңімпазы болып Олжас Есқараев танылуы керек. Төрешілер қандай шешім шығарар екен, қазір оны сіздер мен біздер бірге білетін боламыз. Қазір төреші екі спортшыны да ортаға шақыруда. Нұржан Әкішевтің қазір түрінен өзіне деген сенімді жоғалтқанын, өзінің жеңісіне өзі сенбей тұрғанда байқап тұрмыз. Үміт ең соңынан үзіледі. Қашанда сондықтан Нұржанның дәл бұлай сағысынуға әлі ертерек. Төрешілердің шешімін күтейік. Төрешілер талай мәрте біз таң қалдырар, сіз таң болар шешімдерді шығарғанның куәсі болғанбыз. Бүгін де солай болуы әбден мүмкін. Біз ойлағандай, біз күткендей, сіз күткендей жеңіске жетіп отыр. Осымен Нұржан Әкішев өзінің екінші кездесуіндегі бұған дейін бір рет жеңіске жеткен болатын. Екінші кездесуінде жеңілістің кермек тамыр тәтті. Ал Олжас өзі өткізген 7-ші кездесудегі 5-ші жеңісіне қол жеткізіп отыр. Что ж, оправдались наши прогнозы. Более опытный Олжас Есқараев сегодня одержал победу над Нұржаном Әкішевым.
все три поединка, все три раунда мы увидели, не было досрочной победы. Вы знаете, скучно, когда вот нет зрелищных нокаутов, нет нокдаунов. Мы видим, что бойцы очень сильно устают и бьются, знаете, бьются, стараются из всех сил. Я помню, что Ужас Аскараев 6 поединков провел, это уже 7-й поединок в его карьере, и это будет 5-я победа в его карьере. Чем можно поздравить Ужаса Аскараева? Ну, а Нуржан Акишев, конечно же, молодой боец, одна победа в его карьере и одно поражение. Думаю, что обязательно этот поединок обязательно пойдет ему на пользу. Я думаю, по крайней мере, он извлекет весь, сделать правильные выводы из, как говорится, горького опыта. И можем только пожелать удачи Нуржану Акишеву, которому 24 года. Ну, а Ужас Аскараев абсолютно по делу выиграл. Я думаю, что